Бәлтарзы қайырлы күн. Бүгін бізде сабағымыз каналды әрлеу деп аталады. Сіздер алдыңғы сабақта жалпы каналдың форматтарымен таныстыңыздар, жалпы қандай канал ашатындарыңызды шештіңіздер. Енді бүгінгі сабақта сол каналды ашып, сол каналды әрлейтін боласыздар. Бұл не үшін керек? Себебі сіздер мысалы, егер сіздің видеоларыңыз бір адам көреді, ұнаған болатын болса, сіздердің каналдарыңыз кіріп көреді. Сол каналға кірген кезде бірден адам көзіне түсетін нәрсе, сол әрине логотипі, одан кейін шапкасы деген секілді. Сондықтан да сол логотип, шапка қандай болу керек, сол жайында ақпарат алатын боласыздар. Одан кейін екінші нәрсе, жалпы каналға әлеуметтік желілер тіркеу және каналдың описаниясын жазу, сол жайында ақпарат алатын боласыздар. Қалай болған дұрыс, қалай болмаған дұрыс деген секілді. Түсінікті ғой? Сонымен кеттік, бастайық. Каналда логотип, шапканың размерлері өздеріңіз не алсаңыздар болады. 800-800, 2560-1440 ол шапканың размері, 1546-423 деген бұл ең маңызды алаң деп аталады. Сол маңызды жерде, осы жерде бүкіл сіздердің ең айтылу керек деген нәрселердің бәрі осы размердің ішінде болуы керек. Түсінікті ғой? Енді алдағы уақытта түсіндіріп айтамын, не үшін екенін бәрін. Логотип жасау, енді логотип жасаудың енді түрі бар. Енді сіздерге керек деп айтайын, енді былай жасау болады. Мысалы, 3 түрлін айтуға болады. Мысалы, бірінші өздеріңіз түрлеріңіз қоя салуға болады. Мысалы, сапаралы деген, мысалы, мен өзім бір селфимен түскен суретті қоя салуға болады. Ең бастысы, естеріңізде сақталған суреттеріңіз анық, нақты адамның көзіне көрініп тұру керек. Бұжырлап, не екенін адам түсініксіз болатын болса, болмайды. Түсінікті ма? Бірінші просто өздеріңіздің әдемі шыққан бір селфимен түскен суретіңізді қоя салсаңыздар болады. Түсінікті ғой? Екіншісі, тек әшейін бір Google-дан ала салып қоя салуға болады. Google-дан тауып, соны қоя салсаңыздар болады. Ол не емес. Мысалы айтқан, бірақ сіздердің каналдарыңыздың атымен сол сурет бір-біріне сәйкес болу керек. Мысалы айтқан кезде Оян Қазақ деген канал, және оны сөз айтқан Міржақып Дулатұлы. Яғни сол Оян Қазақ каналына әрине Міржақып Дулатұлының суреті былай қарағанда сәйкес келеді. Түсінікті ғой? Мен айтып отқан түсінікті ма сіздерге? Яғни айтып отқан кезде суреттеріңіз жалпы айтқанда сіздердің каналдың атына сәйкес болу керек. Және сіздердің каналдың аттары да бір ұзақ болып кетуі керек емес. Есте қалатындай ары кетсе бір екі сөз, ары кетсе екі сөз, және бір сөз болса вообще әдемі деген сияқты. Просто бір деммен айтқан кезде есте сақталатындай сөз болу керек, және қиын сөздер керек емес. Түсінікті ма? Оян Қазақ құлаққа жағымды және оңай естіледі. Және есте сақталып қалады. Ең басты адам есте сақталу. Түсінікті ма? Одан үшіншісі логотиптің түрі, ол бұл енді кәсіби адамға логотип жасату. Немесе дәл осы логотипті тегін жасауға да болады. Ол Canva деп аталатын нәрсе бар. Осы видеоның астында тағы да осы Canva-мен қалай логотип жасау керектігін, тегін логотип жасау жолын үйрететін боламыз. Көрсеңіздер болады. Ең бастысы, бұл жерде де бұл логотип жасаған кезде бастысы сол компанияға көбінше жасалады. Ол жерде де сол анық көріну керек, және сенің компанияң не туралы екенін де анық айтып тұру керек деген секілді логотип. Түсінікті ма? Өте үлкен мән беріңіз, және түстеріне де мән беріңіз, себебі сол түс сіздердің компанияларыңыз немесе жалпы каналдың түсі болып қалыптасады. Сондықтан да соған үлкен мән беріңіздер. Простой көрінуі мүмкін, бірақ соған мән бергендер дұрыс болады. Осы 3 түрлі логотиптің қою түрі бар. Біреуінен дизайнерге берсеңіздер болады, немесе өздеріңіз Canva-мен жасап алсаңыздар болады. Одан кейін шапка. Шапка деген мынандай нәрсе. Бұл шапка не үшін керек? Жалпы шапкада сіздер жалпы каналыңыз не туралы деген сұраққа жауап бересіздер. Түсінікті ма? Адам кірген кезде шапканы көреді, шапканы көрген кезде адам сразу түсінік болу керек. Мысалы айтқанда, мына бизнес бастаудың шапкасы мотивация, бизнес табыс, бизнес бастау кәсіпкерлік мектебі және номер жазып қойған. Яғни айтқанда, мына каналға кірген кезде адам бірден түсінеді, мынау кәсіпкерлік мектеп, бизнес бастау және мотивация, бизнес, алып айтқанда не туралы екенін бірден түсінікті болады. Түсінікті ма? Ең бастысы сіздердің шапкаларыңыз каналдардың не туралы екенін ашып беру керек. Түсінікті ма? Одан екіншісі сапаралы деген менің каналымның шапкасы. Мына шапканы қалай айтса болады? Мына шапка жалпы айтқанда балдарға, жалпы жастарға қатты өтеді. Бұл креативный дейміз ғой, солай да айтсақ та болады. Мына жерде жалпы айтқанда кірген кезде адам көреді, технология тұр, ракета жүр, Apple-дың, YouTube-дың, Google-дың сияқты логотиптер тұр. Яғни бұны көрген адамда бір технология деген сияқты нәрселерді білдіріп тұр. Яғни айтқанда бір жастарға өтетін шапканың түрі ғой, былайша қарағанда. Технология туралы екенін айтып тұр. Үшіншісі мынау өзгергім келеді деген каналдың шапкасы. Бұл жерде өзгергім келеді деген бізде челлендж. Неде қарап тұрсаңыздар, сол жағымызда адамдар қараңғы больницада жатыр, ал оң жақта адамдар жарқырап, күліп, секіріп, ана больницада жатқан адам күліп тұр деген секілді. Яғни өзгергім келеді челлендж, яғни өзгергім келеді деген ат айтып тұрғандай, өзгергім келеді, короче.
сол яғни мынаған кіретін мына канал яғни психологиялық адамдарды өзгертетін жер екен деген сияқты соны ашып беріп тұр былайша айтқанда. Шапканың мақсаты адамдар канал не туралы екенін бірден түсінік беру ғой, түсінікті ма? Одан кейін бізде каналда болу керек деген нәрсе ол сипаттама және әлеуметтік желілер. Мысалы айтқан кезде бірінші сіздер логотипті басып мой канал деген жерге кіресіздер. Осы жерде мына жерде о канале деген жер бар, осы бөлімшені басасыздар да. Осы жерге кірген кезде сіздерде описание деп тұр. Енді менде жазылып тұр. Енді сіздерге уақыт келтірмес үшін сіздерге бірден осы жерден көрсете сайын мен қайтадан жазып отырмас үшін түсінікті ғой. Осы жерден біз настроить вид канал деген басамыз. Осы жерді басқан кезде сіздерге описание деген жер бар. Осы жерді бассаңыздар сіздерге жалпы описаниені толтыру керек болады. Описание не үшін керек? Мысалы айтқан кезде не үшін керек екенін жауап берейін. Мысалы менің Сапарал деген каналым бар, өздеріңіз білесіздер. Біреу білер, біреу білмес. Сапарал деген өзім жеке каналым. Сапарал деп жазса менікі бірінші шығады. Дәл осылай менде даже 300 подписчик болған кезде де менде бірінші шықты. Не үшін? Енді сұрақтарына жауап берейін. Не үшін? Себебі менде менен көп подписчик көп, менде неше түрлі кісілер болған, мысалы айтқан кезде. Қазір көрсетейін, мысалы английский жазса да менікі бірінші шығады. Себебі міне қазір көрсетейін сіздерге. Мына бір неше түрлі каналдар бар. Так, Сапаралы. Мына бір, міне 1017 подписчигі бар кісініңкінен де менің каналым бірінші шығып тұрды. Не үшін? Соның бірден бір себебі ол әрине менің каналымның описание дейді ғой, сол описание дұрыс жазылғаннан кейін барып мен каналыма жалпы бірінші шығуына әсер етеді. Сондықтан да мынау описание жазу өте маңызды. Себебі мына жерде көпшілік нелердің бар, қателік жіберетіндер. Мысалы бизнес бастау дейтін болса, мінекей қараңыздар. Бизнес бастау дейтін болатын болса, мінекей бизнес бастау каналы бірінші шығады, одан кейін бар видеолар шығады деген секілді. Ал кейбір каналдар бар, мысалы бір каналда қосатын болсаң, бірінші өзі шықпайды, бірінші видеолар шығады деген секілді. Соған да өте үлкен мән беріңіздер. Жалпы айтқан кезде бұл деген нәрсе сәл біреулер каналды іздейді да сразу барып тіркеле салады. Сондықтан да бұл деген нәрсеге өте үлкен мән бергендеріңіз дұрыс. Адамдар видеоға кіріп барып каналға тіркелген, ол сәл не то вариант. Және сол енді описание кірейік. Описание қалай жазу керек? Міндетті түрде сіздердің каналдардың атаулары бірнеше рет қайталану керек. Және сол каналыңыздың атауы және сіз каналыңыз немен айналысады, сол жайында ақпарат болу керек. Мысалы айтқанда қараңыздар, бизнес бастау сізге не береді? Жалпы мына канал не береді? Бизнес неден бастау керек? Және бұл жерде бір бастысы ключевой сөздер дейді ғой, кілт сөздер. Яғни адамдар бизнеске қатысты сөздер іздейтін болса да, біздің каналды барынша бірінші шығуға тырысады. Мысалы қараңыздар, бизнесті неден қалай бастау болады, қолжетімді бағамыз, сайт жасау, ғаламтор, анау-мынау, сіздер, мысалы осындай жалпы айтқанда бизнеске байланысты терминдер жазылған. И мына бизнес бастау YouTube каналы Қазақстанның бизнес жайлы ірі арна және бизнес бастаудың жалғыз ресми арнасы болып табылады. Былай қараған кезде бұл жерде бизнес бастау жайында ақпарат беріп тұр. Және сол жерде бағана неді бассыз, осы жерде сол жазып бітесіздер. Одан кейін готово деген бассаңыз, сонымен сіздердің каналыңыздың описаниясы жазылатын болады. Мені байқасаңыздар, мысалы бизнес бастау деп іздейікші, қазір қараңыздар. Бизнес бастау деп іздейтін бірінші шығады да, және байқасаңыздар, бағана бизнес бастау сізге не береді деген сөз бар ғой, міне. Көрдіңіздер ма? Міне описанияда бірінші сөз. Мінекей осы жерде, мінекей сол қарамен жазылып тұрды. Яғни Google, мына YouTube өзінің поисковой системасы дейміз ғой, іздеу жүйесінде осы нәрселерге үлкен мән береді. Яғни қаншалықты көп сәйкес келетін болса, соншалықты сол каналда бірінші рет шығады. Сондықтан да барынша каналдың аты бірнеше рет қайталану керек, және каналыңыз немен айналысады, соны да жазу керек. Және ол сөздер ключевой сөздер болады. Мысалы бизнес нөлден бастау, бизнес сайт жасау, таргетинг, инстаграм жүргізу деген сияқты сол нәрселерді үйретеміз деген сияқты. Адамдар біреу инстаграмда өзім соған байланысты сен каналыңды барынша шығаруға тырысады, былайша айтқанда YouTube. Соған сәл мән бергендеріңіз дұрыс болады. Описание жазып түсінікті болды деп ойлаймын. Описание жазып болғаннан кейін бізде нерден андай болады. Енді әркім әртүрлі. Мына жерде сіздердің неді для коммерческий запрос деген бар. Осы жерде сіздер өздеріңіз почталарын жазып қойсаңыздар болады. Бұл не үшін керек? Көбінше мысалы адамдар кіреді. Мысалы Оян Қазақ деген каналға кірейік. Осы жерде о канале деген жерде мысалы неде тұрады, показать адрес электронной почты. Яғни сіздерге реклама жасағысы келген адам, компаниялар дейміз, осыны басып сіздердің почталарыңызды көріп, яғни робот деп, осы жерде сіздердің почталарыңызға жазып, сіздерге ұсыныс тастайды, былайша айтқанда үлкен компаниялар.
Сондықтан да сіздерге бастысы осы почтаны жазып қойғандар дұрыс. Сол арқылы сіздерге рекламалар келуі мүмкін. Былайша қарағанда сіздерге осылай сіздерге шығуы мүмкін. Почталарын жазып реклама жөнінде сұрайын деген едім деп біреулер осылай іздейді. Одан кейін келесі нәрсе бізде әлеуметтік желілер. Мына жерде қарап отырсыздар өздеріңіз. Мына жерде ссылка деген тұр. Осы жерде мінекей жерде қаламның суреті бар. Сол қалам суретін бассаңыз, бұл жерде де ссылканы ауыстыра аласыздар. Жалпы айтқанда бұл қай жерде, мына байқаңыздар ма, мына оң жақ жоғары төбеде мына Аламан деп тұр, Instagram, Facebook, Telegram, мынау WhatsApp, мінекей осы страницалардың сілтемелерін қойып қойғанбыз. Бұл да бір айтқанда сіздерге былай қарағанда не береді ғой, өздеріңіз қолданушыларыңызға ыңғайлық береді. Мысалы адам кіреді, мына жақта Аламан нерге мысалы өздеріңіз добавить ете беруге болады. Мысалы мен ерге өзімнің қайт добавить етеміз дейді. Мысалы просто нерге добавить деген сөзді басасыздар, мінекей добавить деген сөзді басасыздар. Мынаны нердегін бассаңыздар өшіреді. И осы жерде мысалы не туралы мысалы сайтыңызды салып қойсаң болады, немесе мысалы мен бүйтіп қойшы Instagram деп жазып, енді ары кетсе бергі үшеуі жазған дұрыс сіздерге. Осы жерде жоғары тұрған мына сілтемені аламыз да, просто барып мына жерге бүйтіп қоясыз салатын болсақ, мына жерге қосымша тіркелетін болады. Енді көріңіздер, неде қанша 1 2 3 4 5-ақ не сияқты, бірақ мінекей неде қосылып тұр негізі. Осылай сіздер өздеріңіз тіркей берсеңіздер болады. Немесе былай нерді өзгертіп тастасаңыз да болады деген секілді. Енді өзгертпей ақ қойын, артық не қылып. Осылай сіздер өздеріңіз ссылкаларды қоса берсе, енді былай қарағанда қатты қиын нәрсе емес. Просто бұл как өте маңызды болмаса да, бірақ сіздердің как грамотный адам ретінде, сауатты адам ретінде, жалпы айтқанда сіздер серьезный адам ретінде қабылдау үшін бұның бәрін толтыру маңызды. Себебі бағана үлкен корпорация, компанияларға сіздердің бәрі идеальный болғаны жақсы көреді, бәрі качественный, сапалы болғаны жақсы көреді. Сондықтан да сол описание бәрін жазған дұрыс. Түсінікті ма? Жалпы каналыңызды одан кейін келесі нәрсе, сіздерге каналыңызға керек нәрсе. Мінекей мына жерде настроить вид канала деген бар. Осы жерді басқан кезде сіздерде бастапқыда для подписчиков и для новых зрителей деген бар. Осы жерге видеолар қосқандарыңыз дұрыс. Мысалы, для новых зрителей деген нәрсе бұл ең бірінші енді каналға тіркелмеген адамдарға осы видеоны көрсетеді. Бұл жерге сіздер барынша ең мықты деген видеоларыңыз қойғандарыңыз дұрыс. Сол арқылы сіз өздеріңіздің айтқанда подписчик ұстап қаласыздар ғой. Ал для подписчик деген нәрсе енді өздеріңіз каналдарыңыз тіркеліп қойған адамдар үшін. Каналда жүрген адамдарға арналған видеолар, яғни күнделікті жаңадан қандай видео шықты, соны қойып қоясыз. Ал для новых зрителей деген жерге ең шыққан. Ал енді қалай қою керек? Для новых зрителей деген жерге ең әдемі деген, жалпы айтқанда жаңадан келген оқырмандарды бірден ұстап қалу үшін. Мысалы для подписчик деген, мысалы оны қалай өзгертесіз? Мына жақта оң жақта мынандай қалам саптың суреті бар, соны бассаңыздар, неде изменить деген бар. Сол арқылы неде өзінің видеоларының ішіңізден қалаған видеоны таңдап, мысалы мынаны таңдайық, мысалы сохранить дейікші. Мінекей өйстіп қойып, мысалы солай болады. Одан кейін готово деген бассаңыздар, мінекей бірінші сол видео тұратын болады. Немесе қайтадан бас, енді алдыңғысын қоя салайын. Просто сіздерге былай, ой, болмайтын нәрсе ғой деп көрінуі мүмкін, бірақ осындай кішкентай заттардың өзі, жалпы айтқанда бұл адамдардың сіздерге тіркелуіне, жалпы көрілімге олардың бәрі әсер етеді. Жалпы ақша табуыңызға деген секілді. Барлығы кәсіби түрде жасалған дұрыс та. Для новых зрителей деген жерде тура сол бағана қалам сатып басасыздар да, ішінде ең деген жақсы деген видеоны мысалы қойып, мысалы біз алдын қайшық сұранысқа ие жеті мамандық деген, одан кейін сохранить деген басасыздар, и все, короче, болды. Түсінікті ғой? Мен өзгерте салайын. Мынаны просто алдын біраз тұрды, мынаны қоя салайын. Осылай сохранить етіп, алдыңғыдай тұра береді. Мінекей осы екі нәрсе жалпы каналды әрлеу. Әзірше осымен тәмам. Одан кейін нерде бағанағы не бар? Ода мой канал деген каналдың әрлеуі бар. Неде плейлисттер қосу деген сияқты. Оны алдағы уақытта көрсететін боламын. Плейлисттер. Просто менде плейлист деген нәрсені настроить вид канала деген бар. Бағанағы төбедегі басасыздар. Настроить вид канала деген бар. И сіздерге менде бәрі өшіп тұру, қазір өшіп тұру, мысалы қосылып тұр бәрі. Ең сіздерде асты түскен кезде мынандай дәріс тұрады. Добавить раздел деген бар. Осыны басу арқылы сіздер неде плейлист создауға болады. Мысалы один плейлист деп, сол плейлистті тауып, мысалы найти плейлист. Плейлист создать етіп, сол видео салған кезде көрсететін боламын. Мына бизнес идея деген плейлист бар деген сияқты. Соның ішінен өздеріңіз таңдап аласыздар. Немесе енді популярный деген бар. Ең көп видео мен оны қойып қойғам уже.
Мен көбінше қазір таңда сол популярныйды қоям. Бірінші кезекте тікелей эфирлерді қоям кейде. Кейде мынандай қоям. Один плейлист деймін де, бағанағы ең маңызды деген плейлисттерді қойып қоям. Мысалы айтқан кезде, мысалы кімге? Мен Ұланның каналында жасағанда, Ұлан каналында қалай қойдым? Міне. Мысалы қазір Ұланның каналында мен қазір енді астында көп не алмас үшін адамдарға былай жасап қойғам. Просто видеолардың тізбегі, одан кейін мен жақта популярный ең көп просмотр жинаған видеоларын кін, одан кейін үшіншісі бизнес идея. Жалпы Ұланның каналы жалпы айтқанда көбінше бизнес идея кірген, яғни топ 100 бизнес идея, топ 20, 15 ауылда бастайтын бизнес идеялар деген сияқты. Сол бизнес идеялар деген плейлист қосып қойғам. Яғни кірген кезде адамға барынша жағдай жасау керек қой, жаңа көрермен. Түсінікті ма? Не істеу керек? Қайталап өтейік. Каналда не болу керек? Каналда не болу керек? Шапка, логотип, каналдың аты, барлығы анық, есте сақталатындай болу керек. Және шапка, канал не туралы, соны бірден ашып беріп тұру керек. Және одан кейін одан кейін менерде для новых зрителей және для подписчиков деген екі плейлист. Осы болу керек. Осы болу керек. Мен для подписчиков, для новых зрителей деген болу керек. Одан кейін менерде плейлисттер болу керек. Мысалы, добавить етіліп. Одан кейін, мысалы, менерде о канале деген жерде сіздердің жалпы каналдарыңыз не туралы, сол жайында болу керек. Одан кейін почталарыңызды добавить етіңіздер. Актуальный, өшіп қойған почта емес. Одан кейін мен жақта әлеуметтік желі WhatsApp, Instagram, Telegram каналдарыңыз немесе сайттарыңыз сілтемесін қойып қойсаңыздар да болады. Так, осы ең басты нәрселер бірі. Және бағана шапкадегі айтылатын нәрсе маңызды алан деген мына жер бар, именно осы жер. Себебі бұл жерді не үшін алып тұрық? Себебі дәл осы жерден асып кететін болса, сіздердің телефондағы адамдар, телефонның 90% адамдар телефонмен көреді. Сол 90% адамдарға бағанағы мына бетте көрінбей қалатын жазу осы 1546-463 деген размерден асып кететін болса, онда уже телефондарыңыздан көрінбей қалады бағана YouTube-тың несі. Бағана жазулар. Сондықтан да ең маңызды деген сөздердің бәрі осы алаңда жүру керек. Түсінікті ма? Себебі телефондағы адамдар үшін де. Үй тапсырмасы сіздер үшін каналға логотип жасау. Логотип жасау деген тегін сабақ бізде астында тұр. Canva-мен немесе бағана 3 түрлі жолын көрсетті, соның 3 түрлі бойынша логотип жасайсыздар. Одан кейін каналға шапка жасау, тегін жасау жолы төмендегі сілтемеде Canva арқылы жасайсыздар. Одан кейін сипаттама жазу. Сипаттама жазуда бағана айттық, каналдың сипаттама жазасыздар. Қалай жазу керектігін айттым. Жалпы канал туралы, канал немен айналысады, соның бәрін толық жазасыздар. Және каналдың аты жазылу бірнеше рет жазуы міндетті. Кейін одан кейін әлеуметтік желілер, одан кейін бағанағы почтаңызды тіркеп қоюларыңыз керек. Одан кейін бағанағы для подписчиков, для новых зрителей деген нәрседе қосуларыңыз міндетті. Түсінікті ма? Бүгінгі сонымен үй тапсырмамыз аяқталды. Енді бәрі бірден болмайды, ешқандай ғажайып жоқ, бәрі еңбектен келеді. Болмай жатыр ма? Просто жасау керек, бәрін кәсіби түрде жасау керек. Ең бастысы табандылық дейді ғой, сол табандылықтарыңызды бәрі еңбектен келеді, сол табандылықтарыңыз ешқашан таусылмасын. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.